қалалық тілдер дамыту және архив ісі басқармасы, руханият мекемесі өткізіп жатқан 22-ші қалалық тілдер фестивалі құтты болсын. Ата-бабадан ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан, мирас болып келе жатқан ана тіліміз қазақ тілі. Өз тілін сүйген, өз еліне жаңашыр болған, қазақ тіліне, ана тіліне жаңашыр бола алады. Кезінде білектің күшімен, найзаның ұшымен жерді қорғақпаған Қабанбай, Бөгенбай, Райымбек, Исатай, Махамбет батырларымыз қорғап қалып еді. Қазір заманда да сондай бір батырлық керек, сондай қасиеттер керек. Мұхтар Шаханов ағамыз айтқандай, өз анасынан бөлек 4 анасы болу керек деген. Ол туған жер, туған тіл, туған дәстүр, туған тарих. Осы 4 ұғым ұстаған ел, тек қана ел болды. Ана тілін арын бол, ұятын боқтыр бол бетте, өзге тілін бәрін өз тілінде құрметте дегендей, ақын Қадыр Мырзали ағамыз айтқандай. Біз құрметтеуіміз керек. Қандай зор мықты болсақ, сол тілімізде сондай зор. Бүкіл қазақтың болашағы қазақтың тілінде. Сондықтан осы фестиваль құтты болсын, бақыт береке болсын, еліміз аман болсын, тіліміз аман болсын. Ана тіліміз барда қазақ еліміз бар.